Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен құймақ пісірудің сүтпен жасалатын рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, 80 грамм қант, 400 мл сүт, 100 мл май, 150 мл су, 300 грамм ұн, жарты шай қасық тұз, 1 шай қасық ашытқы қажет. Ең алдымен жұмыртқа мен қантты жақсылап тұрып, қанты ерігенше араластырып аламыз. Енді үстіне сүтті, майды, суды, ашытқы мен тұзды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне ұнды қосып араластырамыз. Қамыр видеода көрсетілгендей сұйық болады. Қамырдың бетін жауып, жарты сағатқа тындыруға қоямыз. Құймақты орташа отта пісіреміз. Құймақтың бетінде көпіршіктер пайда бола бастағанда аударамыз. Құймақты табаға құйғаннан кейін біркелкі жайылуы қажет. Құймақтың құрамында май болғандықтан табаның түбіне май құюдың қажеті жоқ. Құймақтарымыз дайын, жұп-жұмсақ, дәмді болып піседі. Құймақтарды қаймақпен немесе нутелламен дастарханға ұсынуымызға болады. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.